Туылған тар заманда тұрар едім, елім деп еңіреген ұлан едім. Қолымда құдіретті билік болса, тарихта тура жолға бұрар едім. Тұрар Рысқұлов қазақ халқының ұлы перзенті. Ол қазақ елінің болашағы жарқын, аспаны ашық болу үшін күресіп, бүгінгідей бейбіт күнді аңсап кетті. Тәуелсіздік жолында жанын пидеткен Тұрар Рысқұловтың ата-бабасы қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданындағы Иірсу, Ақсу-Жабағылы өңірлерінде өмір сүрген. Бұл жер туралы Қазақстанның халық жазушысы Шерхан Мұртаза Түлкібас тұлпарлар туған жер, сұңқарлар қонған жер деп толғанады. Тұрардың атасы Жылқайдардың Бердіқұл, Рысқұл Молдабек деген үш баласы болған. Олар егін егіп, мал бағып күнелткен. 19 ғасырдың 80-ші жылдары жергілікті байманаптар мен Рысқұлдың ағайындары арасында дау туып, арты ағасы Бердіқұлдың өлімімен аяқталады. Осы оқиғадан соң да қысым көрсету, дау-жанжал өрши бергендіктен Руақ Сақалы Ахат бастаған 20 үйлі сәліктер Меркеге қоныс аударады. Осында Рысқұл Мамырбайдың қызы Қалипаға үйленеді. Жұрт Қалипаны еркелетіп бала қыз деп атайтын. Ол ақылды, ұстамды кісі болған. Рысқұлдар Меркеде біраз тұрғаннан кейін аталас туыстары жаныстар тұратын қазіргі Алматы облысы Талғар ауданының Бесағаш ауылына көшеді. Тұрар Рысқұлов Бесағаш ауылында 1894 жылы 26 желтоқсанда дүниеге келеді. Тұрардың әкесі Рысқұл аңшы, көкпаршы, шабандос, ағайынға сыйлы кісі болған. Ол туралы қазақ жерін зерттеуші, белгілі орыс ғалымы Дмитриев 1923 жылы жарық көрген еңбегінде Рысқұл рухы мықты, атақты аңшы, таулардағы жолдарды жақсы біледі. Бізді бұрын беймәлім жолдармен алып жүріп, экспедицияға көп көмегі тиді деп жазған. Қазақта текті тексілік деген ұғым бар. Ол кісі мына оңтүстіктегі Байдыбек бабамыздың 7 немересінің кішісі Дулаттан тараған Шымыр бабамыздан шыққан. Тұрар кішкентай кезінде анасы ауырып қайтыс болып, қарындасы Түйметай екеуі жетім қалады. Жас кезінен анасыз қалған қос бала көп қиындық көреді. Балаларының қамын ойлаған Рысқұл Қорғанбайдың қызы Ізбайшаға үйленеді. Рысқұлдың туыстары жаңа қоныстарында да көптеген әділетсіздіктерге тап болады. Осы жағдайда Тұрар өзінің бір еңбегінде ол кездегі қазақтан белгіленген патша әкімдері әдісінің бірі әлсіз рудың адамдарын әлді рудың малын ұрладың деп өтірік қаралау, нашарлардың қанын сүліктей сору еді. Бұл әдісті жергілікті болыс менің әкем Рысқұлға да қолданды. Әкем жергілікті әкімдердің қорлығына шыдай алмай, Күншығыс Талғар болысының управителі Саймасай Үшкемпіровті атып өлтірді. Ол кезде мен 11 жаста едім. Болыстар мен билердің біздің руға, әсіресе біздің үйшімізге қылған қылығы әлі есімде. Болыстың туысқандары біздің рудың тас талқанын шығарып шаңырағын ортасына түсірді. Тұрар Рысқұлов. Саймасай болысты өлтіргеннен кейін Рысқұлды Верный түрмесіне жабады. Түрме бастығы Приходькоға жалғыз ұлым бар, оны Саймасай болыстың ағайындары жазым етеді. Қорған болатын ешкім жоқ деп өтініш жасап Тұрарды жанын алады. Сөйтіп Тұрар 1905-1906 жылдары әкесімен бірге Верный түрмесінде болады. 1905 жылғы Ресейдегі қанды жексенбіден кейін Николай патша орыс революционерлерін қазақ даласына да жер аударған. Тұрар түрмеде жатып, орыс революционерлерінен орысша үйреніп, хат танып, өмірге деген көзқарасы қалыптаса бастайды. Түрме ауласын сыпырып, арбамен түрме бастығы Приходьконың ұлы Аркадий мен оның бөлесі Татьянаны мектепке барып алып келеді. Сот үкімімен Рысқұл Жылқайдаров 10 жылға Сібірге жер аударылады. Рысқұл айдауда кетіп бара жатып, жолда қашып кетеді. Елге келіп біраз жүріп, ауырып қайтыс болады. Тұрар бір апта жүріп, Меркедегі аталас туыстары Соқыр Қырғызбайдың үйіне келеді. Осында жүріп мал бақты.
туыстар оны меркедегі мектепке оқуға береді. Рысқұлдың жауларынан қорыққан Тұрардың ағайындары оның тегін Қырғызбаев деп өзгертеді. Ол осы мектепті 3 жыл оқып, мақтау қағазымен бітіргеннен кейін Семашко деген соттың қарамағында қағаз көшіруші болып жұмысқа орналасады. Семашко Пішпектегі ауыл шаруашылық мектебінің директоры Илья Иванович Павлов деген өзінің танысына Тұрардың оқуын әрі қарай жалғастыруға жайлы өтініш жасайды. Сонымен Тұрар Пішпекке барып, емтихандарды ойдадай тапсырғаннан кейін оқуға қабылданады. Сонымен 1914 жылы Тұрар осы мектепті бітіріп шығады. Пішпектегі мектепті бітірген соң Тұрар Түлкібаста Мұхамеджан Тынышбаевпен жолығады. Тұрардың бойынан оқуын жалғастырам деген ынтасын, зеректігін байқаған Тынышбаев оған 150 сом ақша береді. Бұл ол кезде үлкен қаражат еді. Тұрар 1915 жылы Ташкенттегі педагогикалық институтқа оқуға тапсырады. Бірақ оны сенің бітірген мамандығың ауыл шаруашылығы, біз мұғалімдер даярлаймыз деп қабылдамайды. Ол өз құқығын қорғап, Петроградтағы оқу министрлігіне арыз жазады. Министрліктен оқуына рұқсат деген қағаз келеді. Қайсарда өткір жас Тұрар осылай 1916 жылы Ташкенттегі мұғалімдер институтына қабылданады. Оқу үлгерімі жақсы болғанмен тұрмыс жағдайы нашар Тұрарға күнкөріс қиынға соғады. Ол институт директорынан көмек сұрап хат жазады. Қыс түсіп келеді. Ташкентте қонышы биік кебіс болмаса, батпақта жүру мүмкін емес. Аяғыма кебіс керек. Ауыстырып киетін іш киім жоқ. Жатақта жамылып жататын жылы көрпем де жоқ. Не жазатын қаламым, не дәптерім жоқ. Азық алатын ақша жоқ. Маған не жұмыс істеу керек, не оқу керек. Осы хаттан соң институт директоры жағдайын түсініп, Тұрарға 70 рубль бөлдірді. Тұрар Рысқұлов Қазақстандағы революция күресінің тарихы деген еңбегінде былай деп жазды. 1916 жылы июль айында жергілікті ұлт жігіттерін майдандағы қара жұмысқа алу туралы патша үкіметінің жарлығы шықты. Менің жасым соған тура келді. Ташкенттің ескі қаласында жұрттың толқи бастағанын көргенімде, Әулиеата уезіне қарасты Меркі аудандағы жақындарыма бардым. Мен онда келген қарсаңда қазақтың бұқарасы қозғала бастаған екен. Қайтеміз, не істейміз деп Меркедегі орыс кулактарында жүрген батырақтар, ауылдың еңбеккерлері маған келе бастады. Мен олардың жақсылап ұйымдасу керектігін айтып кеңес бердім. Қазақтан майданның қара жұмысына адам алуды тоқтаттыру керектігін айттым. Мен көтерілісшілерге қосылуға бел байладым. Халық мінезін көрсетті. 16 жылы халық азаттыққа ұмтылатынын көрсетті. Халық әділетсіздікке, зорлық-зомбылыққа мойынсына бермейтінін көрсетті. Қазақ халқының бостандығы үшін күрес жолына түскен Тұрар Рысқұлов, Қабылбек Сармолдаев, Ысқақ Әсімов, Сыдық Адабаев және тағы басқалармен бірігіп, 1917 жылы Меркіде қазақ жастарының революциялық одағын құрады. Одақ бағдарламасында ақпан революциясының әлеуметтік теңсіздікті, ұлттық езгіні жоюға қабілетсіз екендігі, керісінше бұл күндері орыс отаршылармен ауыз жаласқан жергілікті үстемтап өкілдерінің өз халқын бұрынғыдан да бетер езе түскені ашына айыпталынған. Қазақ жастарының революциялық одағы Тұрар Рысқұлов үшін саяси шыңдалу мектебі болды. Серпіліс сілкініс кезінде тарих сахнасына әртүрлі бағыттағы күштер, тұлғалар, еңселі ерлер шықты. Соның ішінде Тұрар Рысқұловтың алар орны бөлек. Тұрар Рысқұловтың жолы бұл кеңес үкіметінің идеологиясының, саясатының көрінісі десек болады. Өйткені большевиктер біз кедейлердің жағындамыз, біз кедейлердің қоғамын құрамыз деді. Тұрар сол нағыз кедейлердің тобынан шыққан
азамат болатын. Большевиктер билікті халыққа береміз дейді. Тұрар халықтың ортасынан шыққан тұлға болатын. Орталықтан жіберілген революционер Николай Чернышевтің басшылығымен 1917 жылы қазан айында Әулиеатада уақытша үкімет құлап, кеңес өкімет орнайды. Осында Тұрар Рысқұловтың басшылығымен қазақ депутаттарының бірінші съезі өтеді. Тұрар Рысқұлов депутаттардың ұсынуымен 1918 жылы сәуірде Әулиеата уездік кеңесі атқару комитеті төрағасының орынбасары болып сайланды. Қоғамда болып жатқан өзгерістер мен қарапайым адамдардың әуір халін ол өте жақсы түсінетін. Өзде сол ортадан шыққан соң бұл жай Тұрарды бейжай қалдыра алмайды. Оның айрықша еңбегі елбасына күн туған сол уақыт кезеңінде өз халқын сүйетін азаматқа тән мінез көрсетіп, ұлтқа адал қызмет ету жолындағы күресте бар күш-жігерін жұмсауы. Тұрар Рысқұлов 1918 жылы қазанда Түркістан денсаулық сақтау комиссары болып тағайындалады. Ол кезде Түркістан автономиялық республикасына өзбек, қырғыз, түрікмен, тәжіктермен қатар Қазақстанның оңтүстік аймақтары кіретін. Ол большевиктік үкіметтің жүргізіп отырған шовинистік саясатын сынап, жергілікті ұлт өкілдерінің ел басқарудағы саяси өмірден шеттетіліп отырғандығына белсенді түрде қарсылық білдіреді. Ол аштықты ауыздықтаумен жүйелі түрде күресу үшін денсаулық сақтау халық комиссары қызметінен кетеді де, ашаршылықпен күресетін ерекше комиссия құрып, соның төрағасы болып тағайындалады. Рысқұловтың басшылығымен жетім балалар үйлері, жұқпалы ауруларға арналған емханалар, қоғамдық тамақтандыру орындары ашылады. Ол кеңес үкіметінің қырылып жатқан халыққа көзқарасын сынап, аштыққа ұшырағандарға үлкен мөлшерде қаражат бөлдіртіп, оларды аман алып қалуды ұйымдастырады. Халықтың бағына туған осы бір көшбасшы азаматтың жан қиярлық еңбегінің арқасында көптеген адамдар ажал аузынан құтқарылады. 1919 жылы Тұрар Рысқұлов түрік атком төрағасы Казаковқа жолдаған хатында Қызыл армия бөлімдері басмашылармен күресудің орнына жаппай маскүнемдікке салынған, қару мен патрондарды сол қарақшылардың өздеріне сатқан, бейбіт қышлақтарды тонаған, қыздарды зорлап, әйелдер мен балаларды кескілеген. Осының барлығы мұсылмандардың діни сезіміне тиіп намысын қорлаған. Содан олар қашып басмашылар тобына қосылған дейді. 1919 жылы 6 сәуірде Тұрар Рысқұлов өз идеясын қолдаған жігіттердің көмегімен Түркістан коммунистік партиясының ішінен жеке мұсылман бюросын құрып ережесін бекітеді. Ұлт республикаларының ұлттық әскер болу керек деген. Тұрар басшылығымен 1920 жылы Түркістанда армия қатарына 30 000 мұсылман жігіті шақырылады. Олардан жасақталған әскери бөлімдер жауынгерлік даярлыққа кіріскен болатын. 1920 жылдың 25 мамырында Тұрар Рысқұлов пен Ходжаев Лениннің қабылдауында болды. Ол Ленинге бірнеше тың ұсыныстармен шықты. Ведет с ним очень серьезный разговор. Ленинмен әңгіме ауыр жағдайда өтеді. Оған өзінің Түркістанда қалай құру жайлы жобасын ұсынады. Тұрар жергілікті халықтың өз шекарасы, оны қорғайтын әскері, конституциясы болу керек деген талаптар қояды. Кеңестер одағы кезінде мұны осылай ашып айту мүмкін емес еді. Ұсыныстары қабылданбаған соң Рысқұлов Түркістан Республикасы атқару комитеті төрағасы қызметінен өз еркімен кету жөнінде орталық аппаратқа арыз береді. И Рыскулов был одним из тех, кто активно участвовал в определении. Қазақстанның шекарасын анықтауда және Түркістан жобасы жайлы пікірталастарда оны жергілікті жерде және Мәскеуде қатты сынға алды. Әрине, ол өзінің атқарып отырған қызметімен партиялық ұстанымы жағынан алашордашылардың қарсыласы еді. Алайда олар бір-бірімен рухани байланыста болғандықтан арасындағы келіспеушіліктер көп жағдайда шартты түрде ғана болды. Орталықтың саясатының салдарынан екіге бөлінген қазақ зиялыларының бағыттары әртүрлі болғанмен, ел азаттығы мәселесінде олардың ойлары бір жерде тоғысып жатты. Себебі ата-бабадан мұра болып қалған жердің иесі өздері болғандықтан, олар жеке бастың мүддесінен елдің, мемлекеттің мүддесін жоғары қоя білді. Қазақ мемлекетін құруда тамырлары бір азаматтардың бірікпеуі мүмкін емес еді.
Лениннің атына жазған мәлімдеме хатында Фрунзе қалың бұқара соңдарына ерген жергілікті кадрлар ішіндегі екі дарабоз Рысқұлов пен Ходжаев. Олар ақылға ғана бай емес, мінездері де шарболаттай сан қырлы деп жазған. 1920 жылы 16 маусымда Рысқұлов Байтұрсыновпен бірігіп Лениннің Коминтерннің екінші конгресіне арналған ұлт және отар жөніндегі тезистеріне жазған толықтыруларында боқты сідікпен жууға болмайды деп, орталықтың жүргізіп отырған саясатын қатты сынға алды. Осы айда Қырғыз, Башқұрт, Түркістан коммунистік ұйымдарының орталық бюросының өкілдері мен түрік делегациясы қатысқан РКПБ-ның шығыстағы саясаты жөнінде біріккен мәжіліс өтеді. Мәжіліске Тұрар Рысқұловпен бірге Ахмет Байтұрсынов пен Ғабдул Хаким Бөкейханов та қатысады. Осы жиналыста Тұрар Рысқұлов былай дейді. Түркістан мен Қазақстанда қазан төңкерісі болған жоқ. Орыстар билікті тартып алды да, жеке дара билеп төстей бастады. Бүгінгі күні бұрынғы губернатордың орнына орыс жұмысшысы отыр. Өзгеріп жатқан еш нәрсе жоқ. Орыс отаршылдары мен Қызыл армиясын Ресейге қайтару керек. Кеңес үкіметі ұлттық қозғалыстарды қолдауы тиіс. Мұнда ешқандай ұлтшылдықтың нышаны жоқ. Түркістан мен Кавказда мұсылман партиясының ұйымдарын ұйымдастырып, бірыңғай мұсылмандардан тұратын Қызыл армия жасақталсын. В своей работе «Революция и коренное население Туркестана» «Революция и коренное население Түркістана» атты кітабымен мұсылман бюросының жұмысында Рысқұлов сол кезеңдерде жүргізген орталықтың отарлау саясаты мен шовинистік көзқарасын ашық сынайды. Оның көптеген еңбектері осы сарында жазылғандықтан, кеңес үкіметі тұсында оның кітаптары мен қарапайым оқырман түгілі тарихшылардың танысуларына мүмкіндіктері болмады. Себебі оның еңбектерін оқуға тыйым салып, Рысқұловтың өзі ұлтшыл деп жарияланды. И его труды были недоступными не только для читателей, но для историков. Түркістанда жүргізіп отырған саясатына қарсы шыққан Тұрар Рысқұловтан сескенген орталық оны Мәскеуге алдыруға мүдделі болды. 1920 жылы 9 тамызда орталық комитеттің хатшысы Стасоваға жазған хатында түрік комиссиясының мүшесі Куйбышев былай дейді. Соңғы кезде кеңес өкіметі мен еңбекшілер арасындағы түйінге айналған мұсылман интеллигенциясының қамалын қирату бізге өте қиынға түсті. Мұсылман партиялық интеллигенциясының басында Рысқұлов тұр. Рысқұлов сирек кездесетін тұлға. Әрі ол Москвада көрнекті коммунист болып шығуы мүмкін. Бірақ қазір ол өзінің ақыл-оймен біздің шығыстағы саясатымыз үшін өте қауіпті. Сондықтан орталық комитет қарамағына баруын қажет деп санаймыз. Ташкент қаласы 9 тамыз 1920 жыл. Шығыс халықтарының бірінші съезі 1920 жылы 1 қыркүйекте Баку қаласында ашылды. Съезге 2000-нан аса делегат қатысты. Ең көп делегация Түркістаннан бар. Делегацияны Тұрар Рысқұлов басқан. Сол уақытта Мұстафа Шоқаев Тбилисиде жататын жастырдым. Мұстафа Шоқаевқа хат жазып береді. Махмудов деген министр болған. О жерде өзбек. Соған хат жазып кімге бар? Мұстафа Шоқаевқа бар деді, келсін съезге. Өмір баянын, бізде өмірін сақтаймыз, ешкім тимейді деп. Бірақ Мұстафа Шоқаев келмейді. Ұйымдастыру комитетіне мүше Тұрар Рысқұлов съездің президиумына сайланды. Мемлекет қайраткері Анастас Иванович Микоян да шығыс халықтарының сол съезіне делегат болып қатысқан. Оның сөзі өте салиқалы да жалынды болды. Кейбір ұсақ-түйек ерекшеліктері әлбетте есімде қалмапты. Бірақ ең бастысын әлі ұмытқам жоқ. Ол царизм тұсында мешеу болып қалған шығыс халықтарын жан-жақты өркендетіп, интернационализм биігіне көтеру керек.
бұрын артта қалған бытыраңқы елдерді қайта топтастыру керектігін еді. Өзі сол халықтардың психологиясында ұлт мәселесінің Лениндік теориясында жақсы білетін, ол талант иесі еді. Ондай талант революция жағдайында ғана тумақ. 1920 жылы күзде Тұрар Рысқұлов, РКФСР ұлт істері жөніндегі халық комиссары, Сталиннің орынбасары болып тағайындалады. Жыл соңында комиссариаттың Әзірбайжандағы өкілі болып ауыстырылады. Сталин Орджоникидзеге жолдаған хатында былай деп жазады: Түркістандық коммунистерді еркелете берудің қажеті жоқ. Олар ондай құрметке лайық емес. Соңғы 2 жылда олардың барлығы жиылып, жалғыз Рысқұловқа татымайтындығын айқын көрсетті. Мен оның Түркістанға қайта оралуына қарсы емеспін. Қазақ зиялылар да Рысқұловтың Түркістанға қайта оралуына үлкен маңыз беріп тілектес болды. 1922 жылы 22 шілдеде Смағұл Сәдуақасов Әбдірахман Байділдинге жолдаған хатында: Мәскеу үшін қазіргі қызық мәселенің бірі Түркістандағы жағдай. Рудзутак Түркістанға қайтадан Рысқұловты жіберу керектігін ұсынысты қолдап отыр. Бұл мәселе ЦК-да қозғалғанмен не болар әлі белгісіз. Рысқұловты жіберсе дұрыс болар еді деп жазады. 1922 жылы күзде Рысқұлов Түркістан Республикасы Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы қызметіне тағайындалып, осы жылы 14 қазанда Қарқаралыда Алаш көсемі Әлихан Бөкейханов тұтқындалады. Рысқұловтың бұл туралы пікірін білмек мақсатында Сталин Ташкентке телеграмма жібереді. Жауап хатты Сұлтанбек Қожанов екеуі жазады. РКПП орталық комитетіне Сталин жолдасқа: Әлихан Бөкейхановтың тұтқындалуына байланысты алашордашыларға кешірім жасау туралы қаулыны басшылыққа ала отырып, сондай-ақ бұл хабардың қазақ бұқарасына жағымсыз ықпалын ескере отырып, сізден бұл іске араласып, Бөкейхановты тез арада тұтқыннан босатуға ықпал жасауыңызды өтінем. Түркістан Республикасы халық... Тұра тұрыңыз. Әлихан халықтың арасындағы үлкен беделді тұлға. Егер Әлихан Бөкейхановты тұтқындайтын болса, халық көтеріледі деп жазсақ қайтеді? Дұрыс. Жаз. Түркістан Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Тұрар Рысқұлов. Түркістан орталық атқару комитет төрағасының орынбасары Сұлтанбек Қожанов. Осы хаттың нәтижесінде Әлихан Бөкейханов түрмеден босатылады. 20 ғасырдың басындағы мынау жаңағы айтайық біздің жеке тұлғаларымыздың арасын бір-біріне қарсы қою, олардың арасын от тастау, оның ұшы империялық билікте жатыр. Мағжан Жұмабаев кейін ОГПУ-дың тергеуінде мынандай естелік айтқан. Сол қабылдауда дейді, Байтұрсыновтың 20 жылдығына байланысты қабылдауда Рысқұлов сөйледі дейді. Сонда Рысқұлов айтты дейді. Біз үшін деп айтты дейді. Ең маңызды нәрсе әрбір досын. Коммунистік партияның билігі, оның идеологиясы емес. Біз үшін ең маңызды нәрсе ұлттың бірлігі және болашағы деп айтты. Ал сол құжаттар айтады. Байтұрсыновтың сол жол Ташкентке барудағы бірден бір мақсаты дейді. Сол кезде үлкен мәселеге айналған қазақ зиялыларының арасында Рысқұлов пен Қожановтың арасындағы кірбің дейді. Алауыздық дейді. Байтұрсынов екеуін табыстыру үшін барды Ташкентке. Рысқұлов
билікке келген алғашқы күннен бастап өмірдің соңына шейін, ең соңғы деміне шейін өз ұлтына, өз халқына қызмет еткен тұлға. Қазақ халқы 20 ғасырда несімен бақытты десеңіз, мен айтқан болар едім, осы Тұрар сияқты ұлдарымен бақытты болды. Өзінің жеке мүддесі үшін емес, халқының мүддесі үшін, халқының болашағы үшін қызмет жасаған тарихи тұлғалардың көп болғандығымен қазақ халқы бақытты. Сәкен Сейфуллиннің 1923 жылы 15 ақпанда Еңбекші қазақ газетінде жарық көрген «Қазақты қазақ дейік, қатені түзетейік» атты мақаласында былай дейді. Бүгінге шейін қазақты орыстар киргиз деп келді. Енді бұл тарихи қатенің түзетілуі керек екенін жұртқа айтқым келеді. Басқа да қазақтың зиялыларымен қатар Тұрар Рысқұлов та Сәкен Сейфуллиннің бастамасына қолдау көрсетіп, іс қағаздарды қазақ тілінде жүргізу туралы жарлықтар шығарады. Тұрар, біз өркендейміз, ел боламыз десек, алдымен қазақ атын қайтарып, мен қазақпын деп мақтанышпен айтуға бәріміз атсалысайық дейді. 1923 жылы 9-12 маусым аралығында Мәскеу қаласында РКПБ орталық комитетінің 4-ші кеңесі өтеді. Орталық ұлт республикалары енді тең құқылы болдық деп, өз ұлттарының мүдделерін қорғамас үшін Сұлтан Ғалиев ісін ойлап табады. Кеңесте Сталин Рысқұловты Сұлтан Ғалиевпен идеялық саяси байланыста болдың деп айыптайды. Менен гөрі Сталин жолдастың өзі жақсы білсе керек еді. Сұлтан Ғалиевті. Біз үшеуміз ұлттық халық комиссариатында бірге жұмыс істедік. Сталин оны жақсы білмесе, жанын алып, жақын жүріп, несі бар? Ал енді Сұлтан Ғалиевтің маған ықпал туралы. Мен оның айтқанына көніп, айдауында жүретін құлақ кесті құл емеспін. Сталин жолдастықы дұрыс емес. Тұрар Рысқұловтың кейінгі ұрпаққа аманаттаған құнды мұрасы аз емес. Мәскеуде жүрсе де, Монғолия сияқты шетелде жүрсе де, өзінің бір таңдаған жолына адалдығы, ол ауа райына қарай, бас хатшының сөйлеген сөзіне қарай құлпырған жоқ. Тұрар сол 20 жылдардың өзінде Түркістан жастарын Берлинге оқуға апарған адам. Қазіргі біз айтып жүрген жаһандану дейміз ғой. Қазіргі біз айтып жүрген ынтымақ ықпалдастық дейміз ғой. Соның алғашқы қадамын жасаған тұлға. Тұрар Мәскеудің үлкен саясатын жүргізді. Мәскеудің үлкен саясатына тікелей араласты Рысқұлов. Бірақ ол мәскеушіл болып кеткен жоқ. Ол қазақшыл болып өмірге келді, қазақшыл болып өмірден өтті. Рысқұловтың өнегесі бұл елге қызмет ету, елдің мүддесіне шығу, қазақтың мүддесіне ол жасау. Мінекей бұл біздің аға ұрпақтан, ғасыр басында жарқырап шыққан ол тұлғалардан алатын өнегеміз. 1924-1925 жылдары Тұрар Рысқұлов Коминтерннің Монғолиядағы өкілі болып қызмет етеді. Моңғол халқының Қытай, Жапон, қиыр шығыстағы ағылшын өкілдерінің назарына іліккен ұлттық мүдделерін қорғап қалуына көмектеседі. 1924 жылы Моңғол Халық Республикасының бірінші съезі болған. Құрылтай деп атайды, бірінші съез. Сол съезде Моңғолияның бірінші конституциясын қабылдаған. Сол конституцияны Тұрар Рысқұлов жазып берген екен. Конституция қабылданған соң ел қайраткерлері Моңғолияның астанасын Батыр деп өзгертуді ұсынады. Ал Тұрар Рысқұлов Қызыл Батыр, яғни моңғолша Улан Батор болсын дейді. Бүгінгі Моңғолияның астанасын Улан Батор деп осылай Рысқұлов қойған. 1926 жылы 19 сәуірде Рысқұлов Еңбекші қазақ газетінің жауапты редактор болып орналасады. Тұрар Рысқұлов бұл қызметінде 2 ай ғана істеді. 1926 жылдың мамыр айында Тұрар Рысқұлов КСРО және РКФСР халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Рыковтың орынбасары болып тағайындалады.
Тұрар Рысқұлов өз республикасы үшін көп игілікті істер жасады. Оның тікелей араласуымен Қарағанды көмір бассейні, Қоңырат мыс кені, Жезқазған, Балқаш мыс қорыту комбинаттары, Шымкент қорғасын зауыты, Ембі мұнай кәсіпорны сияқты тағы басқа ауыр өндіріс ошақтары ашылды. Рысқұловтың бастамасымен 1926 жылы оңтүстік Қазақстанда Ақсу-Жабағылы қорығын құру туралы РКФСР халық комиссарлар кеңесінің қаулысы шықты. Рысқұлов білім мен ғылымды дамытуға көп үлес қосты. Оның кезінде Қазақ педагогикалық институты, зоотехникалық мал дәрігерлік институты, Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, Ташкентте Орта Азия университеті шаңырақ көтерді. 1927 жылы РКФСР халық комиссарлар кеңесінің жанынан Түрксіб темір жолына жәрдем беру комитеті құрылды. Оның бастығы болып Тұрар Рысқұлов тағайындалды. Темір жолды қай бағытпен жүргізу керектігі үлкен дау-дамай туғызды. Осы жаңа жолды айналма жол салып, шығын шығарып не керек? Қырғыздарға Пішпекке дейін салынып қойған жолды Алматыға дейін өз елінің территориясы арқылы салу тиімді болатын. Тұрар Рысқұлов Голощекиннің қарсылығына қарамастан бұрын Алаш партиясының көрнекті лидерлерінің бірі болған инженер Мұхамеджан Тынышбаевты Түрксіб темір жолының техникалық бөлімінің бастығы етіп тағайындайды. Менің естуімше, Түрксіб Шоқпар бағытымен емес, Қордай арқылы жүреді. Егер жол шоқпармен жүрмесе, кешіріңіз, мен істемеймін. Дұрыс мұқа. Қырғыз бауырлар туыс болғанымен, болашақта қазақ елі егемендік алатындай күн туып жатса, бөтен елдің жолымен тартылған жол қиындықтар тудырады. Біздің күніміз басқа біреуге түсіп, тәуелді болып қаламыз. Сондықтан жол тек қана шоқпар бағытымен тартылу керек. Ол қалай іске аспақшы? Шоқпар бағытының тиімділігін дәлелдеу үшін де сізді шақыртып отырмын ғой. Ал оған жоғар жақ қалай қарайды екен? Орталықтың шешімін мен өзім мойныма. Бірінші пятилетка, Совет үкіметінің бірінші пятилеткасына екі-ақ қана үлкен құрылыс енген. Днепрогэс пен Турксиб. Онда Днепрогэсті кім кіргізгені, оны кім itергені, оны білмеймін. Ол енді әлгі Лениннің Гоярло планы болды. Ал енді Турксибті мынау салу керек деп бірінші көтеріп мәселені бәріне шаруаға сонысына жүріп комиссия бастап соның бәрін жазған Рысқұлов. Түрксіб темір жолының құрылысына Рысқұловтың жіті көңіл бөліп отыруының нәтижесінде магистральды іске қосу жоспардан 17 ай ерте бітті. 1930 жылы 1 мамыр күні Түрксіб темір жолының оңтүстік және солтүстік бөліктерінің түйісуіне байланысты Айнабұлақ станциясында өткен мерекелік шараға Тұрар Рысқұлов қатысты. «1928 жылы
колхоздастыру науқаны басталды. Осы жылдың 27 тамызында аса ірі байлар мен жартылай феодалдарда кәмпескелеу және жер аудару туралы декрет қабылданды. Колхоздастыру үшін алдымен бай кулактарды тап ретінде жою міндет алға қойылды. Байлардың малын тәркілеу асыра сілтеушілікпен жүзеге асырылды. Мал басы 40 миллионнан 4 миллионға дейін кеміді. Малға қарап күнелтетін халық азықсыз қалып, елді аштық жайлай бастағаннан кейін амалсыз туған елді тастап, Ресей, Ауған, тағы басқа көршілес елдерге жер ауды. 1930-33 жылғы аштық бұл шын мәнінде кеңес үкіметінің, кеңестік тоталитарлық биліктің Қазақстанның ерекшелігін ескермей реформаны қате жүргізуінен туындады. Сорақы қателігінен туындады. Қазақты менсінбеуден, оның шаруашылығын менсінбеуден, оның мүмкіншілігін ескермеуден туындаған. Мына ОГПУ-дың материалдарында, мысалы, көшеде балалардың өлген адамның басын кесіп алып, шашын сүйретіп жүргені туралы жазады. Мына шудың маңайындағы станцияда жаңадан жерленген өліктерді қалай қазып алып, жеп отырғандарын жазады. Ондай фактілер архивте жоқ деп жүр біреулер. Архивте бар ондай фактілер. Осы кезде Тұрар Рысқұловтың басшылығымен РКФСР Халық комиссарлар кеңесінің жанынан аштыққа ұшыраған және босқын қазақтарға көмектесу жөнінде комиссия құрылады. Комиссияның басты мақсаты аштыққа ұшыраған халықты құтқару және көршілес республикаларға ауа көшкен босқын қазақтарға көмектесу. Оларды жұмысқа орналастырып, тамақ пен жататын орынмен қамтамасыз ету болатын. Тұрар Рысқұлов ел басына түскен нәубеттен халықты құтқару үшін күндіз түні аянбай еңбек етті. 1932 жылы 29 қыркүйекте Сталинге бірінші хатын жолдайды. Осы хаттардың қысымымен Сталин бастаған саяси бюро 1932 жылы 17 қыркүйекте Қазақстанның ауыл шаруашылығы және соның ішінде мал шаруашылығы туралы деген қаулы қабылдады. Бұл қаулының ең басты бір ауыз сөзін қорытындылап айтатын болсақ, нәтижесі Қазақстанға 2 миллион пұт көмекке астық бөлінетін болды. Әрине, қаулыда Қазақстанның аштан қырылып жатқаны туралы айтылған жоқ. Шын мәнінде қазақтар осы кезде аштан қатты қырылып жатқан болатын. 1933 жылы 9 наурызда Тұрар Рысқұлов аштыққа ұшыраған қазақ халқына көмек көрсету жөнінде Сталинге екінші хатын жазады. Бұл 33 беттен тұратын аштықтың шығу себептерін ашып, одан халықты қалай құтқару жолдарын көрсеткен. Нақты деректерге негізделіп жазылған ащы шындыққа толы хат еді. Тұрардың анау екінші хатындағы материалдар бар ғой, ол еш жерде архивте кездеспейтін деректер. Оны жаңағы ауыл-ауылдан, аймақ-аймақтан көзімен көріп айтып келген, Мәскеуге айтып келген қазақтардың нақты хабарларының негізінде жинақталған хат. Сондықтан да бұл хатты теріске шығару үшін Москвадағы басшылық қолынан келгенін жасады. Әсіресе ашаршылық жылдары, жоқшылық жылдары жұртты ашаршылықтан құтқарып, аштықтан, өлімнен құтқарып қалған адам көбісін. Бұл жөнінде оның ерлігі, қайсарлығы, ақ деген алғыс, қара деген қарғыс болып отырған Сталиннің алдына барып, халықтың жағдайын түсіндіріп, ашаршылықтан құтқарудың жолында жанқиярлық, ерлік көрсеткен адам. Оған батылы барып, айтудың өзі, қиямет кетіп жатқан қателікті түсіндірудің өзі Сталин сияқты адамға. Оған жүрегінің түгі бар адам ғана айталады о заманда. 1936 жылы Мәскеу қаласында қазақтың мәдениеті мен өнерінің 10 күндік өтеді. Делегацияны халық ағарту комиссары Темірбек Жүргенов бастап барады. Делегация құрамында Жамбыл Жабаев, Дина Нұрпейісова, Күләш Бәйсейітова, Шара Жиенқұлова тағы да басқа қазақ өнері мен мәдениетінің майталмандары болды. Темірбек Жүргеновтың жары Дәмеш Әмірханқызы Ермекова өз естелігінде былай дейді.
Студент жастардың арасында тұрған Тұрар Рысқұловтың жанына барып, қойылым туралы пікірін сұрадым. Тұрар аға 2 спектакль мен КСРО-ның үлкен театрында өткен концерт жоғары деңгейде өткенін қуана шабыттан айтып, осындай қысқа мерзімде ұлттық өнердің өте жоғары дәрежеге көтерілгені мақтанарлық жайт. Кешке қатысқан мәскеуліктер қазақ халқының осындай жарқын жетістікке жеткендерінің куәсі болғандарын таңырқай айтуда деп өз пікірмен бөлісті. Сейчас официально пишут, что Рыскулова Қазіргі кезде Рысқұловтың 4 әйелі болған деп жазып жүр. Енді сол әйелдер туралы айтайын. Бірінші әйелі Ташкенттің генерал-губернаторы Колосовскийдің қызы Татьяна Владимировна Колосовская болатын. Олардан 1920 жылы Ескендір дүниеге келеді. Оны жастайынан Шурик деп атап кеткен. 1922 жылы Тұрар Надежда Константиновна Пушкареваға үйленеді. Ол алаш көсемдерінің бірі Жағанша Досмұхамедовтың әйелі Ольганың сіңілісі болатын. Надежда Пушкаревадан София деген қызы болады. Тұрар Рысқұлов бажасы Жағанша Досмұхамедовке Мәскеуден пәтер алып береді. Баласы Шурик пен оның нағашы әжесі Варвара Валерьяновна Колосовская да осы үйде тұрады. Менің әжем Вера Ивановна Дергачевадан анам Майя 1929 жылы туылады. Тұрар 1931 жылы Қазақстанға барып, Азиза Түбек қызына үйленеді. Азизаның әкесі Есенғұлов қазақ, шешесі Арифа Атауыл қызы татар болатын. Әкесі мал дәрігерлік институтты бітіріп, осы салада қызмет еткен. Азиза Түбек қызынан 1933 жылы Сәуле, 1938 жылы Рида дүниеге келеді. Тұрар Рысқұлов баласы Ескендір мен Маяны өз қолына алып тәрбиелеген. Ол өте қонақжай, балажан кісі болған. Қарындасы Түйметай 5 баласымен елден келіп, тоқыма фабрикасында жұмыс істеген жылдары. Бір үйде 18 адамға дейін тұрған. Тағы бір ескере кететін жайт. Қазақстан орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев Тұрар Рысқұловтың қыздары София мен Маяға Мәскеуден жеке-жеке пәтер алып беріпті. Ал мен Мәскеу мемлекеттік университетінде оқып жүргенде маған үнемі қаржылай көмек көрсетіп тұратын деп немересі Владимир Толғаны есіне алады. Тұрар Рысқұловты 1937 жылы 21 мамырда Кисловодскіде әйелі Азизамен демалып жүрген жерінде НКВД қызметкерлері тұтқындайды. Оны Түркістан деген дербес мемлекет құрғын келді. Түркістанды орталықтан бөліп алып, тәуелсіз ел етуді көкседің. Германия мен Жапонияның тыңшысысың деп айтты. НКВД тергеушілері түрлі қинау мен азаптау әдістерін қолданады. Өжетті қайсар Тұрар таққан айыптарды мойындамайды. Амалдар таусылған тергеушілер 17 жасар ұлы Ескендір мен 2 қабат әйелі Әзизаны да тұтқындап, оларды түрлі азаптауларға салады. Тұрар Рысқұловты соттау жайлы құжатқа Сталиннің өзі қол қояды. 1938 жылы 8 ақпанда Тұрар Рысқұловтың соты болады. Мен бар күш-жігерімді елімнің өркендеуіне, халқымның бақытты болуына арнадым. Мені жазықсыз соттап жатырсыңдар. Бірақ тарих деген әділ соттан ешкім де қашып құтыла алмаған. Тарих әлі әркім көз бағасын береді. Менің халқымның алдында арым таза.
Тұрар Рысқұлов 1938 жылы 10 ақпанда халық жауы деген жаламен ату жазасына кесіледі. Тұрар Рысқұловтың қайда жерленгені соңғы уақытқа дейін белгісіз болып келді. Оның Мәскеудің жанындағы коммунарка арнайы бауырластар зиратында жерленгені жақында ғана белгілі болды. Бұл жер НКВД-ның басшысы Ягоданың саяжайы болған. 1937 жылы Ягода атылғаннан кейін оны осында жерлейді. Содан кейін бұл саяжай НКВД-ның қызметкерлерін шет елдегі барлаушыларды жерлейтін құпия жер болып келген. 1938 жылдан бастап мұнда ірі өкімет басшыларында жерлей бастаған. Тұрар Рысқұловпен бірге осы жерде қазақтың ардақты ұлдары Сұлтанбек Қожанов пен Нәзір Төреқұлов та жерленген. Тұрар Рысқұлов атылғаннан кейін баласы Ескендірді 10 жылға соттап Ақтеңізге айдауға жібереді. Ол сонда өкпе ауруына шалдығып, Мәскеуге келіп қайтыс болады. Әйелі Әзизаны 9 жылға Алжир түрмесіне жабады. Қыздары Майя мен Сәулені Одессадағы Дубчан балалар үйіне, ал түрмеде дүниеге келген қызы Лиданы Қарағанды облысындағы Асакаров балалар үйіне жібереді. Осылай қазақтың тәуелсіздік жолында басын құрбандыққа тіккен Тұрар Рысқұловтың бүкіл отбасы ойран болды. Тұрар Рысқұловтың жақында Мәскеу қаласында тұрған үйіне ескерткіш тақта қойылып, сонымен қатар басқа да игілікті іс-шаралар жүргізілуде. Бүгінгідей бейбіт күн аңсап, арманда кеткен Тұрар Рысқұловтай қайраткер бабамыздың рухына тағзым етіп, ардақтай білейік.